Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі жұма таңы баршамызға қабыл болсын. Енді қасиетті жұманың белгісі, берекесі ретінде жеті нанды сіздерге ашытқысыз, яғни дұрыссыз асыту тәсілін көрсететін боламын. Ол үшін керек заттар: дайындалған арнайы ұн, мөлшерлеп, сосын қант, тұз, сосын сода, жұмыртқа, сүт, май, аздаған разрыхлитель қосатын боламыз. Енді бұл жерде айта кететін зат, ең бірінші, сол дрожждың орнын алмастыратын нағыз нан соды. Ол үшін мұқият қараңыздар, қазір сіздерге жасау тәсілін көрсетемін. Мен өзіміздің отбасымызға шағындап алдым, оны яғни 4 бақыраш. Жеті нанның артынан мен балаларыма бауырсақ пісіріп беремін. Енді сол өзім мөлшерлеп алған ұнға шекер қосамын. Мен шекерді шай қасықпен 3 қасық қосамын. Балаларым кішкентай тәттіні жақсы көреді. Шекерден кейін тұз, енді тұзсыз астың дәмі келмейді. Мен 2 қасық қана шай қасық тұз қосамын. Сосын нағыз жаңағы дрожждың орнын менде нан сода алмастырады. Бұл нан соданы өзім анамнан үйренгем. Яғни ол кісінің асқазанына дрожж, яғни ашытқы жақпады. Соның орнына мен енді нан соданың 1 қасығы бізге жарайтын болады. Енді әркім әрқалай, кейбіреулері нан соданы уксуспен өлтіріп жатады, но бірақ мен ол қасиетін өлтірмеймін. Себебі наным өте жақсы ашуға. Сосын жеті нанның дәмді нан содаға қосымша болады. Жұмыртқаның өте жақсы көтерілетінін барлығымыз білеміз. Бұның бойында да ашытқының қасиеті бар. Сосын арнайы 50 грамм сүт дайындап алдым, дәмді болу үшін. Сосын қолдың сары майын қосамын мен 1 қасық. Бұны арнайы теркіден өткізуге болады, бірақ мен сияқты жұмыстан келетін аналар үшін дайын қоса беруге болады. Өйткені 1 сағат ашу уақыты бар, сол кезде май өзі еріп кетеді. Енді разрыхлительді мен 1 шай қасық қана қосамын. Көбісі ваниль, шекердің орнына ваниль де қосуға болады, 1 қасық. Енді осылардың барлығын өзім дайындап қойған жылы сумен ашытатын боламын. Дайын болған нанымызды 1 сағаттан кейін аламыз. Міне дайын осылай өздері көтеріледі, көмпейіп, әдемі болып. Мен арнайы шемішкі майға тоң май қосамын. Қолдың малдың майына піскен жеті нан өте дәмді және денсаулыққа пайдалы.
Çaylab, o zaman şekerini salıp pişirib beremiz.